Құрметті оқушы, бүгін өзіңмен қосымша деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Қосымша өткен сабақта біз өзіңе туынды сөздер деген тақырып өткен болатынбыз. Міне осы туынды сөздерді жасаушы осы қосымша жұрнақтар. Бүгінгі тақырыбымыз осы жұрнақтардың төңірегінде болмақ. Негізі қосымша дегеніміз түбірге жалғанып сөз тудырады, сөз түрлендіреді, немесе сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып тұрады. Осындай қызметіне байланысты қосымшаның екі түрі бар. Бірі жұрнақ, екіншісі жалғау деп аталады. Міне жұрнақтар дегеніміз көбінесе түбірге тікелей жалғанады. Оған екінші бір сөздің мағынасын тудырады, немесе сөздің мағынасын тудырмай-ақ сәл ғана реңін өзгертіп отырады. Осы қызметіне сәйкес жұрнақтың екі түрі бар деп айтамыз. Бірінші сөз тудырушы жұрнақ, екіншісі сөз түрлендіруші жұрнақ. Сөз тудырушы жұрнаққа кішкене назар аудар. Түн, түндік. Көріп отырсыз ба? Түн мезгіл еді ғой. Ал дік деген жұрнақты жалғап едік, киіз үйдің төбесін жабатын киізден соғылған екінші бір затқа айналып кетті. Кітап дейік, кітапхана. Кітап деген әрине өзің жақсы білесің. Ал кітапхана десек, сол кітаптың тұратын бөлмесіне айналып кетті. Осыған тағы шы деген жұрнақ десек, сол кітапханада жұмыс істейтін адамға айналып кетеді. Әсемпаз деп жатырмыз, арбакеш деп жатырмыз, сулық, сарғай, егін, суғар. Міне, мұның барлығының түбірі бар. Түбірге жұрнақ жалғанып еді, басқа бір сөз табына, басқа бір ұғымды тудырып отырған екен. Демек, сөз тудырушы жұрнақ дегенді жақсы білу үшін ең алдымен сөздің түбірін табуымыз керек. Әрине, сол кезде жақсы ажыратамыз. Кітап немесе кітапхана дегенде міндетті түрде өзің сөз тудырып тұрған жұрнақ, яғни туынды сөздің жасалып тұрғанын жақсы біліп аласың. Енді сөз түрлендіруші жұрнақ деп жатырмыз. Сөз түрлендіруші жұрнақ сөз тудырмайды. Сәл ғана үлкен, сәл ғана кіші, немесе сәл басқаша реңк мағынасын ғана тудырып отырады. Мысалы, аға десек, немесе ағай десек, мына түбірдегі сөздің мағынасы өзгермейді. Бәрібір сол аға, жасы үлкен, өзіңнен үлкен аға екені көрініп тұр. Құлыншақ дейміз. Құлын десек, құлыншақ десек, мына құлыншағым деп көбіне еркелетеді ғой кішкентай балапандарды. Міне соған байланысты айтылатын сөз. Негізі кішкентай құлын, жылқының баласы. Көрпеше, көрпе деген бар, көрпеше деген бар. Одан бірақ мына түбірдің мағынасы өзгерген жоқ. Сәл көрпенің кішкене түрі. Үйшік дейміз. Үй десек үлкен үйді елестетеміз. Үйшік десек соның кішкентай ғана салынып жататын ойыншық үйшіктер көз алдымызға елестейді. Әпкетай дейміз, бұл да реңк мән тудырып отыр. Болысымақ дейміз, ағеке дейміз, апеке дейміз, жәке дейміз. Міне бұлардың барлығы да реңк мағынасын ғана тудырады. Ал түбірдің мағынасын өзгертпейтін сөз түрлендіруші жұрнаққа жататын сөздер екен. Демек оқушы тағы есіңде жақсы сақта. Сөз тудыратын жұрнақ дегеніміз түбірге жұрнақ жалғанған кезде екінші бір сөз туындайды. Ал сөз түрлендіруші жұрнақ дегеніміз түбірге жұрнақ жалғанған кезде бастапқы түбірдің мағынасы өзгермейді. Сәл ғана үлкен немесе кішірек деген реңкі ғана өзгеріп отырады екен.